Барлықтарыңызға сәлем достар. Біз бүгін сіздермен бірге барлығымыздың сүйікті тортымыз, кішкентайымыздан бері сүйіп жейтін торт, муравейники тортын бірге дәмдейтін боламыз. Ол үшін сары майға қантымызды қосып, венчикпен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді сметанамызды қосамыз. Менде сметана үй жағдайындағысы, яғни дүкендік емес. Жақсылап венчикпен араластырамыз. Енді бізде онда міндетті түрде илектен, не болмаса ситадан өткізіп шығыңыздар. Сонда торттарыңыз сондай воздушный әрі керемет болып шығады. Араластырамыз. Енді осыны әрі қарай жұмсақ қамыр қылып илейміз. Негізі бұл жерде ұнға нақты 400 грамдық ұн керек, яғни 400 грамм. Бірақ бізде әрқайсысының қаймағының сапалығы әртүрлі, және де әрқайсысы майда әртүрлі қосатынымыз. Көбінесе бұған негізі үй, яғни бөлме температурасында еріген сары майды қосу керек, ал көбінде кәдімгі газде сары майды ертіп қосуға да болады. Сол себепті бұл жерде ұнның нақты мөлшері жоқ. Бірақ мен дәл қазір осы қамырға 400 грамм ұн қостым. Неке бізде осындай сап-сары, әп-әдемі, қолға жабыспайтын қамыр шығады. Енді біз осы қамырды 3 немесе 4 бөлікке осылайынан бөлеміз. Мен өзім 3 бөлікке бөлемін. Осылайынан бөлеміз. Бұны 2 бөлікке бөлсеңіздер де ыңғайлы, бірақ менің өзіме 3 бөлік ыңғайлырақ. Және де бәрімізге осы 3 бөлік тиімдірек деп санаймын. Неке менде осындай 3 бөлік қамыр шығады. Сап-сары, көрсеңіздер өзі әп-әдемі. Мінекей. Енді осы қамырымызды селофанға, яғни қатқанша салып қоямыз. Толықтай біздің осы қамырымыз қату керек. Яғни морозилкада осылайынан қату керек. Біз осылайынан селофанға салып алдық. Енді осыны толықтай қатқанша, яғни біздің осы тестамыз қату керек морозилкада. Бұл әркімде әртүрлі уақытта қатады, бірақ кем дегенде жарты сағатқа сап қоюларыңыз керек. Біздің қамырымыз толықтай қатқанша біз осы жерде кремін дайындаймыз торттың. Яғни бұл жерде менде варенка. Енді оған еріген сары май қосамыз. Жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Неке бізде осындай біркелкі масса шықты. Біздің креміміз дайын. Енді осының бетін жауып, тоңазытқышқа қойып қойсаңыздар болады. Мінеке біздің қамырымыз қатты. Менде ровно 40 минут тұрды. Осындай қап-қатты болу керек, яғни бұл формасын ұстау керек. Енді осыны пергамент қағазының үстіне, егер пергамент қағазы болмаса, осындай формаға май жағып, мінекей мынау майланып тұр. Менде пергамент қағазын саламын, үстіне еще плюс май жағып, осының үстіне салсаңыздар болады қамырды. Бұл еш жабыспай, жабысып қалады деп қорықпаңыздар. Бірақ менің өзіме осы пергамент қағазына салған ыңғайлырақ. Үккіштің үлкен жағынан өткіземіз, не болмаса кіші жағынан өткізуге де болады. Бірақ негізі үккіштің мен өзім үлкен жағынан өткіземін. Осылай өзі әп-әдемі болып өткізіледі. Мінекей осылайша барлық қамырды өткізіп шығамыз. Осылайынан қамырдың барлығын пергамент қағаздың үстіне біркелкі қылып жайып шығамыз. Мінекей осындай. Егер сіздерде үккіш болмаса, оны ет тартқыштан, яғни ет тартқыштан да өткізуге болады. Ал егер тіпті болмаса, кәдімгі қамыр қылып жайып кесулеріңізге де болады. Мінекей біздің қамырымызды енді 150 градуста 40-45 минут пісіреміз. Бөліккелер толық қалынды суды енді осылайынан бөліктерге бөлеміз. Қатты ұсақтамаңыздар, мінекей осылайынан болу керек. Оңай бөлінеді. Қараңыздар. Осылайынан бөліктерге бөліп шығамыз барлығын. Мінекей біз толықтай өтіп болдық. Қатты ұн секілді ұн тоқтамаңыздар. Осындай арасында үлкен түйіршіктер болу керек. Енді осыған жаңағы біздің кремімізді қосамыз. Енді осыны лопатканың көмегімен, не болмаса қасықпен, тіпті ыңғайсыз болса қолмен араластырып, осылайынан біркелкі масса болғанша араластырамыз. Яғни осы біздің ұнтағымыз бен креміміз
толықтай араласу керек. Мінекей біз толықтай араластырып болдық. Осылайынан араластыру керек барлық жерін. Мінекей. Енді осыны тарелкаге салып, өзімізге қажетті форманы жасап аламыз. Мінекей. Бұл басында қараңыздар, қытырлақ әрі қатты болып тұрады. Кейін бұның кремі сіңіп, тоңазытқышта 5-6 сағат тұрғаннан кейін дәмі кіріп, одан әрі дәмдірек әрі күштірек болады. Мінекей, осылайынан саламыз. Осылай қасықтың көмегімен жая отырып, өзімізге керекті форманы жасап аламыз. Бұны тарелкаге салсаңыздар да болады. Негізі муравейниктің дайындайтын, яғни осы формасын жасайтын көптеген нұсқалары бар. Бірақ мен өзіме осы нұсқасы ыңғайлы. Бұл торт барлығында сәтті шығатыны сөзсіз, сәтті әрі керемет дәмді шығады. Мінекей, осылайынан өзімізге керекті форманы жасап аламыз. Мінекей, осылайынан қасықтың көмегімен өзімізге керекті форманы жасап аламыз. Қараңыздар, муравейники десе таза муравейники болды. Құмырсқаның илеуі бұның қазақша атауы. Тегістеп жүрейік сәл-сәл. Енді осыны осы күйінде де ұсынуға болады. Не болмаса бетін әсемдеуге де болады. Бірақ ең алдымен әсемдемес бұрын бетін жауып, тоңазытқышқа кем дегенде 3-4 сағатқа сап қою керек. Өйткені біздің крошкелеріміз әлі қатты, оған крем сіңіп, одан әрі нәзік, әрі жұп-жұмсақ болу үшін бізде тоңазытқышта тұру керек. Мінекей. Достар, мінекей, мен жаңағы бір тортты салып істеп қойдым. Бұл екіншісі, мен екі муравейникке істейін деп жатырмын. Мінекей, қараңыздар, мен бұны теркамен өткізген жоқпын, яғни жайып, осылайынан кесіп, орналастырдым. Бұл да тоже осылай істеуге де болады, сіздерге лайфхак болсын. Мінекей, өте керемет шығады торттар. Мен бұны қазір кешкі жақын істеп жатырмын, яғни менде бұл торттар холодильникте бір түн бойы тұрмақ. Бірақ негізі сіздер 5 сағат бойы жасаңыздар жеткілікті. Қараңыздар, бұл да тоже оңай бөлінеді. Мінекей, даже осындай зубочистканың көмегімен бөліп жатырмын. Мінекей. Ал бәріңізге ас болсын. Мінекей достар, біздің муравейники торттарымыз дайын. Мен екі түрін істедім. Бірі шоколад, яғни варенкамен, ал екіншісі сгущенкамен. Мен сіздерге варенкамен екеуін де кесіп көрсетпекпін. Мінекей. Қараңыздар, жұмсақ, қытырлақ әрі. Мінекей торт. Іші өте күшті болған, қараңыздар. Міне. Мінекей, мен ағында кесіп алдым. Ағының іші осындай. Негізі бұл жерге варенканы қолдансаңыздар, байқасаңыздар, варенка әдемірек көрінеді. Бірақ надан бәрібір сгущенканың дәмі шығып тұрады. Іші мынандай мінекей ағының. Қазір бірге дәмін көреміз. Мен бірінші варенкамен істелген көремін. Қараңыздар. Дәмі күшті. Қараңыздар, қалай жұмсақ кесіледі. Мінекей. Даже банан вилкамен түйреледі. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, қызыл батырманы сұр батырмаға айналдырып кетіңіздер. Бұл бізді соншалықты қуантады. Сіздермен бірге болған Нұрсұлу, астарыңыз дәмді болсын. Жасап көріңіздер, бұл себебі барлығында сәтті шығатын рецепт.